Сәлем достар, бүгінгі біз қуырма пельмендер, қуырма тоқаштар пісіретін боламыз. Сіздерге қуырма пельмендер ұнайтын болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Енді оған керекті заттар: үй температурасында еріп тұрған маргаринге 3 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық сода қосып, әдемілеп тұрып қамырды илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп, үйуін қандырып, 10-15 минутқа үйуін қанғанша қойып қоямыз. Енді қамырымыз тұра тұрсын, енді салмасын дайындаймыз. Майдалап пиязды турап, езілген картошканың үстіне салып, татымыңызға қарай тұз, бұрыш немесе басқа да приправаларды қосып, салмасын дайындап қоямыз. Ал енді қамырымызға көшейік. Қамырымызды керемет қырып, әдемі жұқа етіп жайып дайындаймыз. Ішіне салып салманы пельмендер түйеміз. Міне пельмендерді осылай етіп түйіп, қызып тұрған майды қызарғанша, алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Міне қуырылған пельмендеріміз дайын. Ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп